Сәлем достар, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай браслетті тоқитын боламыз. Вощеный шнурдан. Вощеный шнур өзі қатты болғандықтан бізге браслетті тоқу оңай болады деп ойлаймын. Және сіздерге де оңай деп ойлаймын. Мінекей, сапасы жақсы, формасы қатты, өте әдемі көрінеді. Бастайық. Браслет тоқу үшін бізге қажет болады осындай кез келген қораптың қақпағы, одан кейін канцелярлық қысқыштар 2 штук, күйдіруге жіптің ұшын осындай зажигалка, типтик немесе қайшы, сосын браслетіміздің ортасына осындай фурнитураны орналастыратын боламыз. Сіздер өз кез келген жаңағы моншақтарыңызды орналастырсаңыз болады. Сосын вощеный шнур керек болады. Бізде 3 түрлі ұзындықта болады. Біріншісі бізде мінекей білекте тұратын негізгі жіп болады. Ол жіптің ұзындығы бізде 35 сантиметр. Одан кейін 1 метр 70 сантиметр тоқуға ұзындықта. Одан кейін замокты қоюға бізде 25 сантиметрлік жіп қажет болады. Бірінші 35 сантиметрлік жіпімізді коробкамызға орналастырып аламыз. Екі шетіне қысамыз зажиммен. Шамамен біз мына жерде 6 сантиметрдей қалдырамыз. Сөйтіп, жіпті астынан өткіземіз. 1,70 сантиметрлік жіпімізді өткіздік. Сөйтіп, екеуін ұшын теңестіріп, жаңағы жіпке байлаймыз. Негізгі жіпке. Байлап алдық, мінекей. Сосын, мына оң жағындағы жіптің ұшын өзімізге ыңғайлы болу үшін ұшын өстіп түйіп аламыз. Мына жерлер тарап кетпес үшін күйдіріп алсақ та болады. Сөйтіп ұшын түйіп аламыз. Сол оң жақтағы мына жіпті, ұшы түйілген жіп, үстіне қоямыз. Мына жіптің үстіне қойдық, мынандай дөңгелек жасадық. Сосын сол жақтағы жіпті алдық. Мына жіптің үстінен бастық, мінекей. Сөйтіп астынан мына жіптен астынан өткізіп, мына дөңгелектің ортасынан шығарамыз. Мінекей. Сөйтіп тартамыз. Сосын мынау түйілген жіп всегда бізде жаңағыдай бастаушы жіп болады. Үстіне қойдық. Сосын мынау үстіне қойдық қой. Бүйтіп ұстап тұрсақ та болады. Сосын мына екі жіптің астынан өткіздік. Әдеттегідей түйілген жағын үстіне қойдым. Сөйтіп мына жіпті астынан кеп сөйтіп түйеміз. Окей. Мінекей, сіздерге түсінікті болу үшін мына түйілген жіп үстінде болады. Мына жіптің үстінде, мінекей, мына жіптің үстіне қойдым. Сөйтіп астындағы ортасынан мінекей өткіздім. Сөйтіп ары қарай тоқи беретін боламыз.
Шамамен мына жерде бізде 7 сантиметр болды. Енді тағы бір столбик тоқи салайық. Сөйтіп, мына жерін шешіп, жаңағы фурнитурамызды өткіземіз мына жаққа, жіпке осыған. Сосын әдеттегідей жаңа түйілген жағымызды мына жіптің ортасына үстіне қойып, әдеттегідей тоқитын боламыз. Сәл босатсақ та болады. Ары қарай бағанағыдай тоқи беретін боламыз. Мінекей, браслетіміз бітуге аз қалды. Енді мына жерге бізге замок істеу керек болады. Мына жерді сәл тартыңқырап, сөйтіп мына жерден қырқып тастамай, кішкене артығырақ қырқамыз. Сөйтіп күйдіреміз. Қолыңызды күйдіріп алмай, абайлап істеңіз. Осылай аяқтаймыз мына жерді. Мінекей. Енді осы екі жіпті аламыз да, осылай ұстаймыз. Сөйтіп, жаңағы 25 сантиметрлік жібімізді. Сөйтіп, әдеттегідей оң жақтан бастаймыз. Сөйтіп, мына жерден сәл тартыңқырап, ұстап тұрып, мына жерді шығып кетпес үшін. Мына шнур бізде сәл тайғанақтау, сол үшін шығып кетуі мүмкін. Мінекей.
браслетіміз дайын. Енді мына екі ұшын түйіндеп тастаймыз. Мінекей браслетіміз осымен аяқталды. Осылай болып әдемі болып шықты. Тағып көрейік қолымызға. Мінекей. Өте әдемі болып шықты. Істеп көріңіздер. Өте қызықты. Осымен мастер-классымыз тамам. Көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар.